өте шаруа дейтін, жақсы шаруа дейтін себебім президент біздің негізгі осы республикамыздағы алты газетіміз, 5 газеттің редакторларын шақырып алып сұхбат жасады. Осындағы 5 газетте келіп, ұлттың ұлы мұраты жолында ұйысайық дейді. Қандай тамаша сөз. Ұлттың ұлы мұраты жолында ұйысайық деген мәселені жай жалаң құранмен ұйысудың жөні жоқ ағайын. Егер шынайы барлықтарыңызда керемет қалам ұстап, осы еліңізге, жұртыңызға жаны сөйтіп жүрген азаматтарсыздар. Бізде не жоқ қазір қазақта? Неге осы бізде осындай әртүрлі қара дүрсін, жайсыз, халыққа жайсыз тиетін дүниелер туып жатқан себебі не? Деген сұраққа келетін болсақ, міне, осы мына жаңағы тақырыптың астында жатыр. Бізде ұлттық сана, ұлттық идеология жоқ. Ұлттық сана болмағаннан кейін әрбір қазақтың қазір интеллигентпін деп жүрген азаматтың өзінен мен азаматтық сананы көрмейді. Өйткені ұлттық сана жоқ халықта, азаматтық сана азаматтардың арасында болуы мүмкін емес. Сондықтан не істеуіміз керек біз қазір? Ол біреуді мұқату, біреуді кеміту емес. Екі жақтан жұмыс істеледі ұлттық сана келіп. Бірінші жағдай. Бұл халық болып қауымдаса керек, халық. Халық болып қауымдасқаннан кейінгі екінші бір дүние бұл ұлт болып ұю. Міне қазақта ұлт болып ұю процесі жүрмеді. Бұны жүргізетін кім? Бұны міндетті түрде жаңағы халық болған мемлекетін сайлайды, ел басқарушысын сайлайды. Мемлекет міндетті түрде ұлт болып ұйыту керек. Жаңағы халықты. Біздің мемлекетіміз ашық айтайық, міне 17 жыл тәуелсіздіктің ішінде қазақ халқын ұлт болып ұйыта алған жоқ. Міне сондықтан біздің бүкіл қоғамымыздағы болып жатқан халық тіпті қорланатын жағдайға келіп жатқан дүниенің бәрі осы ұлт болып ұйып, ұлттық идеологиямызды жасай алмай отырғандығының себебі. Бұны не істеуіміз керек? Бүгінгі мына Аллажар қолдау қоғамдық қоры өз. Бүкіл Қазақстанда 7500-ға жуық мемлекеттік емес ұйым бар. Біз бұны міне зерттедік. Мен осы Аллажар қолдау қорының осы президенті Марат Бөтеев, атқарушы директоры міне Болат Бөтеев ең алғашқы несінде шақырып, біз екі жерден сізді аға болатсызба келген уақытта екеуімен таныстым, тағы бір адам маған. Содан қарадық та бағдарламамен танысайықшы десек, бағдарлама еш уақытта ешкімнен көрмеген бағдарлама. Жақсы азаматтар, біз жұмыс істейік деп, міне жұмысқа кірістік. Бұл мәселеде жаңағы 30 мәдениет үні, анау-мынау барлығы жақсы, бұның бір діңгегі болу керек. Бұл діңгек мәдениет, үні неге керек? Жалпы халық, мемлекет неге керек? Бұның барлығы ұрпаққа керек. Сондықтан барлық мәдениет, халық үнінің барлығы ең негізгі шұғылданатын дүниесі ұрпақ тәрбиесі болсын деген әңгіме. Осылай кестікте, міне қазір содан бері қарай көп жұмыс атқарылды. Міне Айдарлармен бірге мына қалалық әкімшілікте біз өтті, тіпті қараңыздар, қарақтарым ұйғырдың 20-дан аса мемлекеттік емес ұйымы бар. Корейстің 40-тан аса мемлекеттік емес ұйымы бар. Ал енді Қазақстан бар екен, 5-6 біз отырген 9-ын жинап алып, біріктіріп, біз өзіміз корпорация құрайық деп, сондай талаппен жұмыс істедік. Барлығы не істеп не қоятын жүріп білмейді. Міне бүгінгі мәселеде мына 5 газеттің редакторы бұған қуана берудің орнына мына келмей отырғаны жаңағы азаматтық сананың жоқ. Кімнен тіреу, кімнен сөз, кімнен қолдау табу керек ол газеттің редакторы. Халықтан үлкен кінә деп есептеймін.
Ол жас жігіттердің ана Шаштай ұлында, мисал жаңағы Түркістанның несі кім ғой? Патеев, анан Нұрсөре деген мынаған қуана келіп керек қой. Ал енді ағайын осы жиналып отырғанда кеше міне азғана Аллалар қолдау қорының азаматтары бастары біз өзіміз жиналдық. Бұны қалай қылып өткіземіз дегенде мынандай біз идея. Сөз, ұран, мына айтылған сөз барлығы жақты, халықтың ішінде нақты қандай іс істейміз. Біз нақты қандай идеяны көтере аламыз, нақты іс ретінде дегенде біраз мәселені көтереміз деп міне шешімде алдарыңызда жатқан бірінші мәселе міне жаңағы халық көп жүретін халықтың ортасынан мынандай дүниелерді шығарайық, міне әкімшілікпен бірге транспорт департаменті қолдапты, барлығын білеміз, айтамыз деген бұл бір нақты іс. Екінші нақты іс міне үкіметке қойып отырған, біз енді сол тұлаптық жалпақ шешейліктің барлығын қойып, мына мемлекет қаржы беріп отыр. Орыс мектебі болсын, ұйғыр мектебі болсын, неміс мектебі болсын, қазақ мектебі болсын. Сондағы педагогтарға айлық беріп отырған үкімет. Ол ақша қайдан? Осы әрқайсымыздың қалтамыздан шыққан ақша бұл. Бюджеттер, халықтың ақшасы. Олай болатын болса сөзді тоқтатып, мына бүкіл білім жүйесін қазақтың әліпбиіне түсіру керек деген ұсыныс жасап отырмыз. Қай тілде жүрмесін, қазақтың әліпбиіне көшіру керек. Латынға көшу, мынау демей, осы 42 әріптің ішінде қазақтың әліпбиі бар. Сол әліпбиді таңдап алып, 29 бола ма біздікі? Мына 42-ның ішінде 13-ті алып тастаса қанша қалады? Үкімет ресурсының төте жазуында осы әліпбиді, 29 әліпбиді кіргізіп, былға сымбаттың барлығын қойып, міне біздің жалпақ шешейлігімізден қараңыз, жылына бір азаматымызды ұйғырлар көзін ойып, мұрнын қиып, құлағын бесіп өлтіріп. Бұл не деген сын? Осы жалпақ шешейліктің салдары бұның. Сондықтан міне ұйғырлар тіпті мектебінде қазақша сөйлетпей, қазақша ұран жаздырмайды екен, қазақ тарихының орнына ұйғыр тарихын оқиды екен. Міне тұрыңыз. Міне сондықтан құрметті азаматтар, екінші әліпби. Үшінші біздің ұсынысымыз, бұл мұнда жоқ шығар. Мына 6, жаңағы 5 редактор келетін болса, мына журналистік ізденім деген бар ғой. Журналистік исследование дейді. Соны жасап бөліп алса, қазір біздің үкіметтің айтқанына да көнбей, қарсы жұмыс істеп отырғандар мына мекеме ұжымдарының бастығы. Міне солар жұмыс істемей отыр. Сіздерге бүгін мен міне ана неге Аққайын деген санаторияда дейді, домалдыққа бірдеміз сонда жатырмыз. Бүкіл дүниенің бәрі орысша. Кеше мен әлгі президенті дейді, кіріп айттым, қарағым, досжан, мынау демалып жатқан адамның бәрі 85-90% қазақ, мынау орысшаның не болды? Ойбай аға, осы ертеңнен бастап оның бәрін ауыстырамыз, сөйтеміз, күтеміз. Сіздер ойламаңыздар, қарағымдар. Еліңді, қалпыңды, ұрпағыңды, мына келешегіңді ойламайтын болсаң, мына сенің санаторияңды бір-ақ күнде келіп, қанды өшіріп тастаған секілді шаңырағыңды күл қылуы мүмкін. Өйткені қоғамдағы қазіргі жағдай осындай күйде. Сондықтан әрбір, міне менің нақты ұсынысым, мына әрбір мекеменің бастықтарына мына мемлекеттік тілде жүргізу деген мәселені қойылды. Жаңағы 5 газетпен егер жаза саласын болсаңыз, әрбірі бөліп алсын өздері. Мысалы, сол білім саласы, денсаулық саласы бөліп, жаңа транспорт саласы бөліп, жаңа журналистік дүниелер жасаса деген. Мен сіздерге бүгінгі мына жиналып отырған жаңағы
керемет қолымызға, алақанымызға әлдеге үміт артып отырған редакторларымыздың, бас редакторларымыздың келгенде нәумез болмай, ақтарыла ақиқаттарымызды айтып, бүгін міне сіздерді сөйлессем, сөздеріңізді өздеріңіз айтарсыздар деп отырмын. Мен қысқаша әзірше осындай әңгімемен тоқтайын.